Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін байқағандарыңыздай ұлым ерекше сүйсіне ішкен малина мен компоттың рецебін ұсынатын боламыз сіздерге. Алдымен банкаларымызды осылай стерилдеп аламыз. Енді стерилденген таза банкаларымызға 300-400 грамм малинамызды салатын боламыз. Мен әр банкаға 1,5 стаканнан қант қосып шықтым. 2 банкаға 3 стакан қант қостым. Қалауыңыз бойынша тәттіні ұнатсаңыздар көбірек, немесе ұнатпайтын болсаңыздар азырақ саласыздар. Бұл компоттың ерекшелігі 1000 рет құйып, төгіп, қайтадан жүрмейсіздер. 1 рет құйып, қантын салып, 1 рет құйып, аузын жауып тастай берсеңіздер болғаны. Сонымен қатар дәмі макси чайдан аумайды. Балаларыңыз сүйсіне ішетін компот. Неге қайнап тұрған кипятокты банкама толтырып құйып шықтым. Түсі осындай ақшыл, қызғылт болудан қорықпаңыздар, бұл компот тұрған сайын қызара түседі. Осылай крышкасын қойып, закрывашканың жәрдемімен жауып шығатын боламыз. Дұрыс жабылғанын тексеру үшін міндетті түрде осылай дөңгелетіп көріңіздер банкаңызды. Сосын астындағы қантынан еш уайымдамаңыздар. Осылай ары-бері сілкісеңіздер, қанты еріп кетеді. Каналым пайдалы, ютубтан Мадинадан рецепт деп тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ішінде тегін мастер-класстар, торттардың, әртүрлі банка жабу, сонымен қатар тәттілердің тегін рецепттері бар. Міндетті түрде жасап, бірге дайындап, менімен отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлауды ұмытпаңыз. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Және келесіде қандай тағам түрін қалайсыз, оны да комментарияға жазыңыз.